көңіл-күйіміз қандай? Көрсетіңіздерші көңіл-күйлеріңді. Жарайсыңдар. Бәріміздің көңіл-күйіміз өте тамаша екен. Жарайсыңдар балалар. Елімізге қандай тілектейміз? Ал өзімізге сәттілік, қуаныш. Жақсы. Осындай тілекпен бүгінгі сабағымызды бастаймыз тамаша көңіл-күймен. Енді үйге келеді балалар. Қуаныш. Үйге 39-шы жаттығу берілді. Жақсы. Конъектірді ашамыз. Кім оқиды үйге берген тапсырманы? Кім оқиды? Канасы оқи ғой. Мен бас. Жақсы, келесі Қуаныш. Суат, сусын. Жақсы, келесі Нұрсая. Ойла. Иә, жақсы. Енді балалар осы үйге берген тапсырма қандай сөздер? Кім айтады? Қандай сөздер? Қуаныш. Түбілес сөздер. Жақсы, түбілес сөздерге барлығы бір түбірден жасалған түбілес сөздер екен. Жақсы. Ізденімпаз әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Тақтаға мұқият қараймыз. Кім оқиды? Оқиға кәдім. Жұбаныш оқиды. Түбір сөзге қандай қосымшалар жалғанады? Иә. Түбір сөзге жинақ және жалғау жалғанады. Жақсы. Енді есімізге түсірейік балалар. Қосымша нешеге бөлінеді? Қосымша нешеге бөлінеді? Отыра ғой. Екіге бөлінеді. Жақсы. Қандай болып? Жинақ жалғау болып бөлінеді. Жақсы отыра. Енді балалар ізденімпаз әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Кім оқиды? Қуаныш. Сөз неден құралады? Сөз дыбыстан құралады. Жақсы. Келесі тақырып кім оқиды? Сөздің көрінбейтін бөлігі қалай аталады? Мысал келтіру. Түбір дейміз. Сөздің бөлінбейтін бөлігі түбір дейміз. Жақсы. Мысал келтіреміз. Қуаныш. Тас. Ай. Айшықтан. Күн. Асылым. Жақсы. Көз. Бүл. Су. Тас. Ай. Жақсы. Өте тамаша. Бұлар яғни түбір сөздер екен балалар, иә? Сұраққа қараймыз. Кім жауап береді? Жұбаныш айта ғой кәдім. Түбір сөзге қандай қосымшалар жалғанады? Түбір сөзге жинақ және жалғау жалғанады. Жақсы. Алим есімізге түсірейік балалар. Қосымша нешеге бөлінеді? Кім айтады? Айсұлтан. Қосымша екіге бөлінеді. Жақсы. Қандай болып? Нұрсая. Жинақ және жалғау болып бөлінеді. Жақсы. Келесі сұрақты кім оқиды? Жанар оқиды ғой. Түбірлес сөздер дегеніміз не? Жақсы. Түбірлес бір түбірден жасалған мағынасы жақын сөздер. Жақсы, тамаша. Сәлем балалар, мына кітапта сендердің бүгінгі жаңа сабақтар бітірген. Өте қызықты сабақ болмақ. Мен қазір ғана қарап шықтым. Жақсы. Енді қараймыз балалар. Жақсы. Енді осының бәрін бір сөзбен не деп атаймыз? Сөз таптары. Жақсы. Ал енді балалар еске түсіп кетейік. Сөз таптары, яғни зат есім, сан есім, етістік сөз таптары екен, иә? Яғни біздің бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Сөз таптары. Жақсы. Енді есімізге түсейік. Зат есім дегеніміз не? Кім айтады? Ерназар. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Жақсы. Зат есімді сұрақтары қандай? Нұрсұлтан? Кім не? Кімдер нелер? Жақсы отыра ғой. Келесі сан есім Қуаныш айта ғой. Заттың санын ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атаймыз. Сұрақтары қандай екен? Кім айтады сұрақтары? Жанар.
Неше, қанша, нешінші? Деген? Сұраққа жауап деген сұрақтарға жауап бер. Жақсы. Сын есім дегеніміз не? Айсұлтан? Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Жақсы. Сенсің ұшақтар қандай асым? Қандай деген сұрақтарға жауап береді. Келесі ең соңғы етістік. Етістік дегеніміз не? Айсұлтан айта ғой. Заттың қимылын, іс әрекетін білдіретін сөздерді етістік деп атаймыз. Жақсы. Етістіктің ұшақтар кім айтады? Жанабы. Не істеді, не қылды қайтты. Дұрыс жақсы отыр. Мен биылғы жазда ауылға бардым. Ондағы ергөбек ағай тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары наз еткен, үмітпен бірге картоп деді. Пияздың арамшөбін жыдық. Шілде ыстығы кезінде суға түскен қандай рахат. Қайта шомылып жүріп малдуды да үйрендім. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам Дарханжан алашастай жәрдем берді. Бір майышып тұрғызсыңдар, еңбегіне бірдеңе беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ, берем ғой, деді ағам күліп. Соңғы жұмысым ерең болды. Сондықтан сор биенің қолының өзінде деп отырмын. Сөйтіп ауылда атымды қайттым. Биыл қолым болғанмен өсіре келе ат болды ма? Жақсы. Енді бала 40-шы жаттығудағы біз мәтінді тыңдадық. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Дархан қайда барды? Алима? Дархан ауылға барды. Жақсы. Ауылда Дархан немен айналысты? Дархан ауылда жұмыспен айналысты. Бақша екті, бақшаның арамшөптерін жұлды. Дұрыс. Тағы да не істеді? Иә, не істеді, Мирас? Пияздың арамшөптерін жұлды. Иә, пияздың арамшөбін жұлды. Тағы да? Қуаныш? Шөптерін ыстық күннен көзге түскен қандай рахат. Жақсы, иә. Нұршая? Картопты түптеді. Дұрыс, картоптың түбін түптепті. Жақсы. Ағасы ол кімге не берді балалар Дарханға? Не сыйлады? Жұбаныш? Ағасы оған құлын сыйлады. Жақсы, өте тамаша. Сөйтіп, саған жазда балаларды демалған ұнайды ма? Жаз мезгілі ұнайды ма бәрімізге? Иә. Жақсы. Ал енді балалар, қазір серпілу сәтін жасаймыз. Күн күледі, біз билейміз, серпілу сәті басталды. Қолды көтер жоғары, жыртық қозғалтайық, көңілді билейік. Алға балалар. Бір, екі, үш, қолды соқ аяқ бас, көңілді билейік. Соңғамыз қоланды, секіреміз жоғары, айналамыз тез-тез, күліміз біз мәз-мәз. Жүр билейік бірге, жүр билейік. Қолымызды соғып, айналайық, аяқпен топылдап, қолмен былғап. Оңға бір айнал, солға бір айнал. Балалар, енді білім қоржыны әдісі арқылы мен сендерге қазір асықтар беремін. Осы асыққа қазір елге аты-жөнімізді атымызға ғана жазамыз да, негізгі зат есімді жазамыз. Сөйтіп, білім қоржынына әкеп, бәріміз қоржынға жинаймыз. Жаза береміз, тапсырма болында береміз. Тапсырма тақтада жазып отырмыз. Сөйбесте атымызды жазып қоямыз. Орындаймыз тапсырманы. Ал жазып болсақ, қазір атымызды жазамыз да, білім қоржынына әкеп саламыз. Қоржынға әкеп саламыз.
болады, асықпен ойнаймыз. Бәріміз асықпен ойнағанды жақсы көреміз ғой, иә? Әлем мына жерде қазір асықтың түстері тұр. Сол түстер бойынша таңдап, бірінші асықтың түсін таңдаймыз. Қай түсті таңдаймыз? Қызыл. Жақсы. Қызыл асықтың сұрағы зат есімнің жалпы және жалпы түрі. Ал зат есімнің жалпы түрі дегеніміз не екен? Жалпы зат есім дегеніміз не екен? Жер суаттарының жан-жануарларға қойылған атау. Жақсы орындау. Ал жалпы зат есім дегеніміз не екен? Амина. Жалпы есімнен басқа зат есімдерді жалпы зат есім деп атаймыз. Жақсы, тамаша орындау. Келесі қай асық таңдаймыз балалар? Жасыл, тамаша. Иә, зат есімнің және жекеше көпше түрі. Жекеше зат есімге қандай сұрақтар ойлады? Кім айтады? Аслым? Сұрақтарды қойылады. Жақсы. Ал көпше түрінде қандай сұрақтар ойлады? Жұбаныш? Кімдер нелер деген сұрақтар қойылады. Жақсы. Біз жұптық жұмыс орындаймыз. Мен тапсырманы таратам, жұптасып отырып тапсырманы орындаймыз. Кітап сөзіне жұрнақ жалға екі жаңа сөз құрып жаз. Кітапхана кітапта зат есімі бар, мақал мәтел жаз зат есімнің астынсыз ынтымақ алды бірлік. Зат есім қайсы? Ынтымақ бірлік. Жақсы, екеуінің астын істейміз? Сызамыз, жақсы. Бізде сөз таптары берілген. Сөз таптарына сөздер берілген арнайы сөздер. Осы сөздерді әр сөз табына сәйкестендіреміз. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Үйге тапсырма балар 43-ші жаттығу 112-ші бет. Енді кәне тапсырманы қоямыз. Әркім өзімізді бағалап отырдық, ал кім қанша ұпай алды, кәне айтамыз. Кім қанша ұпай алды? Бәріміз көтереміз кәне. 4 ұпай. Жақсы, тамаша.